Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы кеш барша футзал сүйер қауым, арнамыздың тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионаты. Бұл 19 турдың матчы. Аят және Астана командалары бақ сынасатын болады. Бұл Рудный қаласындағы Аят командасы ойнайтын Аят арена спорт кешені. Қазір дәстүрлі түрде жеребе тарту рәсімі өтті. Атырау бәйтерек командалары 3-3 есебімен тең тарқасты. Сонымен матчымыз басталды. Міне Астана командасы тотты ойынға қосты. Және осы матчпен параллель тағы да бір ойын басталды. Позицияларын жауып үлгерді. Сонымен Ахмади соққы, гол! Есеп 0-1. Бағанан бері шабуылдаған Аят өз ақпасына осылайша гол жіберіп алды. Қадірменді көрермен 14-ші нөмірлі Хади Ахмади гол соғып отыр. Астананың шабуылы, Дикчарев, гол! Есеп 0-2. Рауан Сейсенғалиев таза қақпашының қателігінен кірген топ. Міне Астана есепті ұлғайтты 0-2. Қарсыластың алға қарай шыққанын қалады. Тамаша шабуыл, гол! Есеп 0-3. Гол соққан Алихан Сайранов. Тамаша комбинация ұйымдастырды Астана. Сөйтіп, үшінші голды міне 16-шы минутта соқты. Олимпиад республика қолдауымен шектеліп қалмай, елімізде футзалды белсенді дамытып, жаңа жоспарларды жүзеге асыруға жаңа мүмкіндіктер ашатын компания. Игорьдің ортаға пасы және гол! Есеп 1-3. Бразилиялық 8-ші нөмір гол соғып отыр бұл Игорь Шушу. Қапталға пас жетті. Соққы! Есеп 2-3. Ерсұлтан Сағындықов. Қандай тамаша гол. Қадірменді көрермен сол аяқпен салынды. Сол қапталда Ерсұлтан Сағындықов бар. Леандерсон жақсы қалдырды. Соққы алыстан және гол! Есеп 3-3. Қадірменді көрермен, ақыры Аят командасы тараз басын теңестірді. Бұл жерде автогол немесе голды Қазақстанның футзал қауымдастығы футзалдан Қазақстан чемпионатының титулдық демеушісі Олимпиад компаниясына алғысын білдіреді. Гол! 3-4 есеп, қадірменді көрермен. Астана қайтадан есепте алға шықты. Қандай тамаша ойын. Ильяс Бердалин гол соқты. 1 минут салып қайтадан Астана есепте алды. Антон Риндин және 4-4 есеп, қадірменді көрермен. Не болып кетті мұнау, не болып кетті? Антон Ринди. Қазір ғана қақпаларына гол өткізіп алған Аят қайтадан тараз басын теңестірді. Командасын құтқарды. Қарымта шабуылда Ерсұлтан және гол! Есеп 5-4. Гол соққан Иван Марахов. 19-ші нөмірлі Аяттың ойыншысы командасын алға шығарды. Қандай тамаша гол. Қарымта. Ахмади. Бердалин тамаша кіріп келе жатыр. Және есеп 5-5, құрметті көрермен. Есеп 5-5.
Данил Карпюк. Не деген ойын, не деген матч. Бәйтерекке қарсы ойында да осылай 5-5 есебі тіркелген Аят командасында. Сонымен матч аяқталды, қадірменді көрермен. Тамаша ойынның куәсі болдық. Аят Астана арасындағы матч 5-5 тең аяқталды. 20-шы турда ертең қайтадан кездесу өткізеді. Осы аренада 17:00-де басталады. Ол матч бүгінгі ойында гол соққан Астана сапында Ахмади, Дегтярев, Сайранов, Бердалин және Карпюк. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.